Ұзын мұрт ұзақ батыр. Қазақ батыры көп халық, бірақ батырының көбі зерттелмеген. Ерліктері анықталмаған батырлар. Оған тарихшыларымыздың қолы әлі тимей жатыр. Ұзақ уақыт орысқа бодан болғандықтан білімді ел, білімсіз бізді балашалдап келген. Сендерде атақты болған ешкім жоқ. Біздің арқамызда ғана ел қатарына қосылдыңдар дегенде санамызға мықтап сіңіруге тырысқан. Соның салдарынан ойлау, пікір түю қабілетімізде тоқыраған. Солардың айтқанына сенгеніміз, айтқандарын даурыға қайталағанбыз. Кейде тіпті олардан асыра өзімізді өзіміз жамандап та жіберетінбіз. Өз атасын үлгі етіп, өз батырын дәріптегендерді рушыл деп те жазғыратынбыз. Сондай солақайлықтың кесірінен қайраларымыздың білетін көп әңгімесі бізге жетпей қалған батырдың бірі ұзақ батыр бабамыз. Сұлтанқұл деген атамыздың 4 баласы болған. Ұзақ, Тайлақ, Назар, Түгел, Ақжазық ауылында негізінен осы күні осы 4 ұлдың ұрпағы өмір сүреді. Үлкеніне ұзақ деп ат қойғаны сірә ұзақ жасасын деп ырым қылса керек. Алайда бабамыздың қанша жасағанын ұрпақтары білмейді. Ұзақ бабамыз 17 ғасырда өмір сүрген. Өйткені 1643 жылы қазіргі Бел жайлауда өткен Орбұлақ шайқасына қатысқан. Сол Орбұлақ шайқасының орнын белгілеген Елтінді батырмен дос болған. Ол да өз алдына ұзақ әңгіме. Ол жайында орны толмайтын өкініш атты әңгіме бар. 1635 жылы жоңғар мемлекетін Батур Қонтайшының құрғанын, оның шын аты Қота Қосын екенін орыс тарихшысы академик Златкин жазады. Солай екенін Қазыбек бек Тауасарұлы да растайды. Златкин ол мемлекетті жоңғар хандығы деп атайды. Бірақ қалмақтар өз билеушісін хан демей Қонтайшы деп атаған. Ойраттар әлі түрік тайпасы санатына қосылып тұрған кезде оларды Шыңғысхан ғана билеген. Одан кейін Шыңғысханның кенже ұлы Толының еншісіне тиген. Кейін мұсылман дінін қабылдамай қойғандықтан қазақтар қалмақ деп атаған. Толы да бір жолы пұтқа табынып, үрім бұтағымен соларға сіңіп кеткен. Алайда әкесі құрған Моғол мемлекетінің аты Моңғол деген атпен бұрмаланып сақталып қалған. Парсылар ың дыбысын айта алмайды екен, сондықтан олар Шыңғыс ханның Жетісудағы өз ордасын Моғол деп ақыры Моғолстан деп атаған. 1635 жылы қалмақтар Есім ханның ұлы сұлтан Жәңгірді Қапияда тұтқындап әкетеді. Қазақтың әйгілі Есім ханның ұлын тұтқынға түсіру олар үшін үлкен олжа еді. Ұлы үшін Есім хан алдымызға еңкейіп келеді деп күтеді. 1635 жылы Жәңгірдің тұтқынға түскенін орыс тарихшылары жазғанмен, оның ол тұтқыннан қалай босап шыққанын білмейді. Себебі оның сырын қазақтар ғана біледі. Ал намыстанған қалмақтар ол жағдайды сырт көзге жайып салмайды. Жәңгірдің жау тұтқыннан қалай босағанын бірден бір жазған адам Қазыбек бек Тауасарұлы. Түп-тұқайынан өзіме шейін кітабінде о кісінің жазғанын суан шежіресі әрі құптайды, әрі толықтырады. Есімхан ұлымды босат деп Батур Қонтайшыға бармайды. Ал Батур Қонтайшы тұтқындағы Жәңгірді өз ордасымен бірге алып жүреді. Осы арада қазақ пен қалмақ арасы бір-бірімен қатыспай араласпай қалады. Сондықтан Жәңгірді жай арада қай ортада ұстап отырғанын қазақ жағы біліңкіремейді. Жәңгірді тұтқыннан босату ісімен тікелей Қарасай батыр айналысады. Өз еркімен солай етті ме әлде Есім хан солай өтінді ме, ол арасын тарихтап тіштемейді. Тарих мәліметтеріне қарағанда ол кезде Қарасай батырдың ауылы Сарқан басқан Қапал өңір жақта болған екен. Жалпы Қарасай жүрген жерде оның сенімді досы Арғын Ағынтай да жүреді. Ол кезде Қонтайшы ордасының қасында Еміл өзені бойында, жазда Қорғас, Сүмбе маңайында болатынын қазақтар жақсы білген.
оны тарихта растайды. Сондықтан Қарасай Қорғас Сүмбе қазақтарынан сыр тартқан болуы керек. Қорғас маңында барымтамен аты шыққан әйгілі батыр Елтінтімен жолыққан. Елтінті бар жерде оның досы Ұзын мұрт Ұзақ батыр да бар. Екеуімен ақылдаса келіп Қарасай мен Ағынтай қалмақ ортасына барлау жасаудың сенімді әдісін тапқан болуы керек. Ұзақ батырдың әйелі Тоқмақ жақтың қырғызы Бурайке деген әрі бай әрі батырдың қызы. Сол жаз Батыр Қонтайшы Байынқол маңайын жайлайды. Ал ол ара қырғыз ағайындарға іргелес Жәңгірге қатысы бар құпияны біліп беруде Бурайкеге тапсырып, Қарасай мен Ағынтай өздері Сапы саты жеріне келіп дайындық жасайды. Сапы деген Албан тайпасынан тарайтын бір ата. Саты жер аты, Көлсайдың солтүстік жағы. Бурайке Батыр Қонтайшының ордасына бармай, сенімді адамдарын жібере ме, әлде өзі бара ма, әйтеуір Жәңгірдің кең кісенмен үй қамақта қай үйде, қай ауылда екенін бәрін анықтап біліп береді. Аз ғана адам ертіп Қарасай мен Ағынтай кештетіп Қонтайшы ауылының қасына келеді. Көшпенділердің салтымен салт аттылар ауыл маңына келіп түнді күтеді. Әбден ел ұйқыға кеткенде Жәңгір жатқан үйге жаяу келеді. Үйге тақай бергенде қасындағы үйден бір қалмақ шығады. Басқаларға белгі беріп қоймасын деп Қарасай оның тамақ тұсынан күре тамырын басып талдырып бастайды. Жәңгірді жалғыз адам күзетеді екен. Ұйықтап жатқан кезде оны оятпай-ақ үйдің бір жақ іргесін көтеріп жіберіп, Жәңгірді алып шығады. Бұлар кете бергенде үйден бір әйел шығады. Қалмақтың қызы екен деп оны Ағынтай көтеріп әкетеді. Қалмақ Қонтайшысының ың-жыңсыз алыстап кеткен Қарасайлар аман-есен өз ауылына жетеді. Кейін жағдайды Жәңгірден және қолға түскен әйелден сұрап білсе, бұлар Қонтайшы қотанына келе бергенде алдарынан шыққан адам Батыр Қонтайшының өзі екен. Ал Ағынтайдың қалмақ қызы деп көтеріп әкеткені Қонтайшының сұлу тоқалы болып шығады. Түзге отыруға кеткен күйеуі ұзақ оралмаған соң тоқалы сыртқа өзі іздеп шыққан екен. Сол кезде Ағынтай көтеріп әкетеді. Әрі ханзаданы құтқарып, әрі Қонтайшының өзін талдырып, оның сұлу тоқалын өңгеріп әкетіп, қазақ елі қаншалық қуанып жатса, Қонтайшы қотаны соншалық намыстан өле жасап жатқанын көзге елестету онша қиын емес. Өзге жерде болып жатса, бір сәрі тақ Қонтайшының өз үйінде анандай масқараға ұшырау Батыр Қонтайшы үшін өліммен тең еді. Әрине, бұл масқара жағдайды жуып шай үшін ол енді үлкен шайқасқа дайындалады. Ең әуелі Жәңгірдің қайда екенін қазақтар қалай біліп қойды деген сұраққа жауап іздейді де, бірде-бір қазақтан күдіктене алмайды. Ақыры күдігі қырғыз Бурайкеге түсіп, бар құпияны қазақтарға жеткізген сол екенін анықтайды. Оның бірден 50 мың қолмен Тоқмаққа барып, алдымен Бурайкенің ауылын быт-шыт қылу, содан қыс әлі бір жола бітпей, көктем әлі бір жола шықпай тұрған кезде тұтқиылдан бас салған қалмақтарға қырғыз елі батыл қарсылық көрсете алмайды. Бурайкенің өзін, әйелін, бала шағасын бәрін қырады. Тек Назаратта жас баласы тұтқындар ішіне араласып кетіп аман қалады. Талаған малды Қонтайшы қырғыздардың өзіне бақтырады. Солардың ішінде Назарда бақташы болып кете барады. Қазақ-қырғыз халықтарының ұлттық ерекшеліктерін білмеген адам Орбұлақ шайқасының кей қырын аңғармауы да мүмкін. Көшпелі халық болғандықтан олардың көп жағдайы қалмақтікіне ұқсас. Кез келген әскери жорық ат үстінде өткендіктен, олар ең әуелі астындағы атының жағдайын ойлайды. Аттың жайылымы, ішетін суы негізінен тау бөктерінде мол болады. Сондықтан әскери жорықтар көбіне көп тау ішінде, тау маңайында өтеді. Сол себепті Батыр Қонтайшы Тоқмаққа жорықты ол кезде сірә Арқас аталған, ал бұл күнде Жоңғар деп жүрген тау арқылы бастайды. Арқас арқылы жағалай Жоңғар қақпасы арқылы өтіп, сұлу тоқалы тұтқында жүрген Қарасай ауылына тұтқиылдан тиіседі. Қаптаған қолға қарсы шығардай мүмкіндігі болмаған Қарасай батыр дереу Түркістандағы Есім ханға хабаршы жіберген болуы керек. Ол кезде Есім хан созылмалы науқастан 1640 жылы қайтыс болады да,
қалмақтарға қарсы жорықты басқаруды ұлы Жәңгірдің өз қолына береді. Ол жағдайдың аса қиын екенін бірден болжаса керек, дереу ежелгі досы Жалаңтөске жаушы шаптырады. Өз күшінің әлсіз екенін Жәңгір анық білгендіктен ел ішіндегі ең әйгілі батырларға ғана жаушы шаптырып үлгереді. Ол өзі бірнеше мәрте Жалаңтөс батырға әскери көмек көрсетіп, бірнеше рет оның әскери жорығына қатысқан болатын. Енді ел басына күн туғанда өзі де одан жедел көмек сұрайды. Қазыбек бек Тауасарұлының Түп-Тұқайынан өзіме шейін атты кітабында жазғанына қарағанда, қазақ жауынгерлерінің 700-і шеттерінен сен тұр, мен атайын деген таудың тасындай хас батырлар болыпты. Әрине, тек бәрін атамаған атай алмайтын да шығар. Өйткені ол соғысқа ол өзі қатыспаған, тек Матай атасы жазып кеткен шежіре бойынша ғана соғыс жағдайын баян етеді. Әйткенмен, қазақ қолын Жәңгір бастағанын, оған көмекке Жалаңтөс батыр келіп жеткенін, жотаның үстінен оқпаны қазып шапырашшы Қарасай батыр, Арғын Ағынтай батыр, Кіші жүз Жиембет батыр, Дулат Жақсығұл мерген, Арғын, Қуанпай, Найман, Көксерек, Суан, Елтінті, Қаңлы, Сарбұқа, қырғыз батырлары, Көтен мен Табай тағы басқалар шыққанын Қазыбек бек атап өтеді. Оған қосымша қазақ шежіре мәліметіне сүйеніп, Найман, Бөтес батыр мен Суан, Ұзынмұрт, Ұзақ батыр және Дулат Сырымбет батырында бұл соғысқа қатысқан анықталды. Болашақта тарихшылар бұл тізімді көбейте түсер деген үміттеміз. Жәңгірді тұтқыннан босатып алуға әрі өзін масқара етіп талдырып кеткенге себеп болған қырғыздарды аяусыз қырып, мол тұтқын алып қайтқан батыр Қонтайшының әр қимылын Жәңгір күнбе-күн өз жансыздары арқылы біліп отырса керек. Соның нәтижесінде оның қайтар жолына ор қазып қақпан құрған. Жеңем деп келген батыр Қонтайшы масқара жеңіліске ұшырап қайтқан. Ол тек Қарасай ауылында ұстап отырған әйелін ғана алып қайтқаны болмаса, ешбір абырой алатын ерлік жасай алмады. Оның осы жағдайының бәрін Еміл өзенінің бойындағы ордасында күтіп жатқан орыс елшілері Илин мен Кучембердейко әскер басы Куракинге берген мәлімдемесін толық баяндаған. Ол мәлімдеме Тобыл қаласының мұрағатында жақсы сақталған. Орайкенің Назар атты баласы қалың Жалаңтөс қолын көтеріп Қашамаға қарай шегінгенде Сүсек өзенінің бойындағы түрген тоғайына тығылып қалыпты деген бір жорамал бар. Маған сол жорамал шындыққа жақын сияқтанады. Қалай болғанда да Назар Ұзақ батырдың ауылын тапқан. Ұзақ оны кейіннен өзінің інісі Тайлаққа еншілес етеді. Ол кезде Сұлтанғұл бабамыз әлі қартая қоймаған көрінеді. Ата бабамыздың бала асырып алу дәстүрі өте қасиетті, оны бұзу немесе өзгерту кешірілмес кінә. Өз ата бабаңа қарсы шығумен немесе өз ата бабаңнан безінгенмен барабар, сондықтан оны орынды ұрпаққа үлкен сын. Осы ежелгі дәстүрмен ата анасынан туған туысқаннан айырылған Назарды Сұлтанғұл бабамыз үшінші баласы етіп алуды ұйғарады. Оған Назардың өзі де келіседі. Содан кейін Сұлтанғұл бабамыз тай сойып, оның асықты жілеген Назарға ұстатып тұрып, сені өз баламнан кем көрсем, мені ант тұрсын дейді. Асықты жілікті ұстап отырған Назарда, сізді өз әкемнен кем көрсем, мені ант тұрсын деп қайталайды. Осы антқа құлдық ұрып, Сұлтанғұлдың үлкен ұлы Ұзақ келіп Назарды құшақтап бауырына қысады. Одан кейін екінші ұлы Тайлақ та сөйтеді. Біз де осы антта орындаймыз деп жиналған туыстарды кезек-кезек келіп Назарды құшақтап бауырына басады. Сонан соң Сұлтанғұл бабамыз Назарға бата береді. Ол батаны есіне сақтаған ешкім жоқ, алайда ең жақсы тілеген айтқанына күмән жоқ. Назардан кейін Сұлтанғұл бабамыз түгел атты ұл сүйіпті. Бабамыздың қара шаңырағы осы ұлда қалған деседі. Кенжесінің атын түгел деп Сұлтанғұлдың өзі қойса керек. Төртеуі түгел болса төбедегі келеді деген ежелгі нақылды ырым еткен секілді. Құдайға шүкір, осы төрт ұлдан тараған ұрпақ ақ жазықта тату тәтті өмір сүріп келеді. Тіл көзден аман болғай. Ағайын мен туыстың, туысқан мен құда жекжаттың, бауыр мен қарындастың, ауыл мен аймақтың арасын өсек аяң мен сыбыр күбірмен бүлдіріп жүретін жандарды қазақ ант ұрған дейді. Біз оның осы күні ант ұрған адам деген мағынасына терең мән бермей,
жеңіл желпі ғана ант ұрған дей саламыз. Шын мәнінде бұл өте ауыр сөз. Ата бабаның дәстүрін бұзған, антына адалдық жасамаған адам деген сөз. Тарихтың тармағын тарата берсең, ұлы адамдардың іс-әрекеттері тікелей болмаса да жанамалай келіп сенің де ата тегің әсер етіп жатады. Әйгілі Жәңгір ханның Орбұлақ шайқасы мен Үйгентас беліндегі соғыс біздің елтінді және ұзынмұрт ұзақ батыр бабаларымыз арқылы біздің де бұрынғы тарихымызға айтулы әсерін тигізіп кеткен. Үйгентастың белі ежелден Сұлтанғұл бабамыздың жайлауы екен. Үсен атамыз сол Үйгентастың белінде 1913 жылы болыс сайланған. Үйгентастың белінен басталып Қызыл кезеңнің оңтүстігін ала созылып жатқан үлкен сазды бұрынғылар Үсен саз деп атаған. 1856 жылы Қашқарға бара жатқан сапарында Шоқан осы белмен өтіп Үйгентас туралы өз күнделігінде жазып кеткен. Аяқ саздан Орбұлаққа дейін 20-30 шақырымға созылып жатқан алқаптың бел жайлау аталуы да осы Үйгентастың беліне байланысты. Бел деген сөз бәрін бағындырып тұр. Ол ара шынында да адамның беліне, бел омыртқасына ұқсас. Адамның қабырғалары белінен екіге бөлініп, бірі оң жағына, бірі сол жағына бітпей ме? Сол сияқты бел жайлаудың суы да осы Үйгентастың белінен екі жаққа айырылып ағады. Бірі Бура Қожыр өзенінің басы болып шығысқа қарай ақса, екіншісі Терісаққан аталып батысқа қарай ағады. Үш судың құйғаны деген жерден ары қарай Қарғалы деген атпен ағады да Қос Қотырқай тауының түбінен Көксуға қосылып, Көксу аталады. Талдықорған тұсында Қараталға қосылып, Қаратал деген атпен Балқашқа құяды. Бел сияқты жерді бел деп атау заңды жағдай. Ал неге Үйгентастың белі міне осы арадан тарих басталады. 1856 жылы Қашқар күнделігі аталған еңбегінде Шоқан сол кездегі ел аузындағы әңгіме бойынша бұл Үйгентас қалмақ қонтайшысы Батырдың бейіті болса керек деген болжам айтады. Бірақ оның шын немесе жалған екеніне талдау жасамайды. Елден естігенін сол күнше жазады. Ал Қазыбек Тауасарұлы 1676 жылы жазған өзінің түп-тұқайынан өзімшін атты естелік кітабында осы арада 1653 жылы Салқам Жәңгір бастаған қазақ қолы мен Батур қонтайшының ұлдары бастаған қалмақ қолы екінші шайқасады. Батур қонтайшының ұлдары Орбұлақ шайқасында жеңілген және 1652 жылы Қырғыз жерінде болған соғыста Қарасай батырдың қолынан жараланған әкесінің кегін қайтару үшін келген болуы керек. Өйткені 1652 жылы Батыр қонтайшы қырғыздардан кек алу үшін тағы соғыс ашады. Ол соғысқа 5000 қолды бастап Қарасай батыр да қырғыз бауырларына көмекке келеді. Сол соғыста Қарасай батыр қалмақ қонтайшысының өзіне қарай ұмтылып келіп, ақырында оның оң қолын шауып жібереді. Жараланған қолы асқанып Батыр қонтайшы 1653 жылы қайтыс болады. Сол үшін Ақсүйек тұқымы Сесей тайшының Ғалдама атты жас батырын әдейі егде тартқан Жәңгір ханға қарсы шығарады. Көшпенді халықтардың заңы бойынша қарадан шыққан батыр хан тұқымын жекпе-жекке шақыра алмайды. Ғалдаманы қазақтар өз тілінің ыңғайымен кейде қалдан дей салады. Ғалдама мен Жәңгірдің жекпе-жегі ұзаққа созылады. Сондықтан егде адам шашайды да жас батыр жастығын жасайды. Ақыры Ғалдама Жәңгірдің қапысын тауып найзамен сайып түсіреді. Ханын қорғаған қазақ қолы Қазыбек бектің айтуынша дода шайқасқа түсіп қалмақтарға лап қояды. Бұл соғысқа 1643 жылы Орбұлақ шайқасына қатысқан Суан Елтінді мен Суан Ұзынмұрт ұзақ батырда қатысады. Жау қолынан шейіт болған Жәңгір хан 1643 жылы өзі бастап жеңіске жеткен арадан ат шаптырым жерге жерленді. Деген дерек айтқан Қазыбек Тауасарұлы ханымыз өлгенмен батырларымыз жеңіске жетті дейді. Демек, бұл тас бейіт қазақ ханы Жәңгірдігі болып шығады. Қазақ қолының жеңгенді рас болып шығады. Өйткені олар жеңілсе, ханын ол жерге жерлей алмайды ғой. Қазыбек айтқан тас бейіт итжоқты аталатын ұзын жота мен белдің бүйірінде келіп қосылған қылтасында жатыр. Расымен алғаш көргенде әжептәуір көрінеу болып жататын. Қазір жыл санап шөгіп барады. Әйткенмен ерекше бейіт екенін өз бітімімен әлі де әйгілеп тұр.
дөңгеленген тас бейіттің әлі ортасында шөккен пирамида құсап әлі шошайып тұр. Оны айнала 50-ден аса ұсақ тас бейіт қоршап жатыр. Бірнеше бейіт итжоқты жотасында да бар. Барлығы 60-тан аспайды. Соған қарағанда 1653 жылғы соғыста екі жақтың қолы да аса көп болмаған, көп адам да қырылмаған. Нарынқол маңында тұтқында болып, сол арада тұтқыннан босаған Орбұлақ түбінде 700 қолмен қалмақтың 50 мың қолын тоқтатқан, оның 11 мыңнан астамын қырған. 1653 жылы сол Орбұлақтың ат шаптырым жерде тағы сол қалмақтармен шайқасса құрбан болған Салқам Жәңгір бабамыз өзінің тас бейітімен өзі құрбан болған ара үйген тастың белінде мәңгі ұйқыда жатыр. Басында белгі жоқ, ұрпағының ризашылығын көрсететін ескерткіші жоқ. Туған жер үшін жан қиған жерінде туған жердің топырағын жамылып жатыр. Жатқан жері жайлы болсын бабамыздың. Ол жай үйген тас емес, қазақ тарихын мәлімдеп тұрған ескерткіш тас. Ақ жазықтың адамдары ол үшін ғана емес, күллі қазақ баласына қымбат саналатын тарихи орын. Ол соғыста Елтінді мен Ұзақ бабамыздың қалай соғысқанын, қаншама жауды қырғанын анық білмейміз. Алайда қазақ қолының жауды жеңгенін екеуінің де жан аямай үлес қосқанына сенімдіміз. Жеңіске жеткен аталарымыз біздің әжелеріміз бен шешелеріміз әзірлеген той дәмін татқанда болар, қызық думанға батқанда болар. Өлгендерді бірге жоқтап жыласса, жеңіске жеткендерін бірге қуанып тойласқанда болар. Кім біледі? Қазақтың осыны қасиетті жеріне туып өсу қандай бақыт. Терең тарихпен ата-бабаңның рухымен күнде тілдесіп жүргендей боласың. Ұлы дәуірді жалғастырып жүрген ұл қызбыз. Ұзынмұрт Ұзақ Батыр бабамыздың дәл қай жылы қайтыс болғаны белгісіз. Алайда 17 ғасырдың екінші жартысында екеніне еш күмән жоқ. Атамыздың тікелей ұрпағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Ермек Кәтеков шежіреші қарттардан Мырзагелді мен Ұзақ Батырдың бейіті Қызылауыз деген жерден өткенде Хан Жайлау деген жайлау бар. Сол арадағы қорымда дегенді естіп, 2015 жылдың жазында сол қорымда іздепті. Қапалдың батысында Қоңыр деген ауыл бар. Әйгілі ақын Ғали Орманов пен атақты жазушы Сайын Мұратбековтың туған жері Қоңырдан өрлей жүрсең Қора жайлауы бар. Ерекеңдер машинамен сол арадан шығысқа қарай жүріп Шажа жайлауына жетіпті. Бұл Шажа шежіреші қарттардың айтуынша Албан атамыздың ұрпағы Шажа әлдебір себеппен жаңа арқа жерін жайлаған екен. Шажаның өзі сол жақта жерленген деген сөз бар. Ұрпақтары іздеп барып бетін тауып басына белге қойып қайтты. Аталар қайтыс болған соң Шажа ұрпақтары Жетісуға оралып, осы Шажа жайлауын мекен десе керек. Ол араның Шажа аталуы содан деседі. Сонымен ерекеңдер Шажаға жетіп, сол арада жайлап отырған Қаратал ауданының малшыларымен сөйлеседі. Олар да Суан атаның ұрпақтары болып шығады. Сұрастары келсе, Мырзагелді мен Ұзақ Батырдың соңғы шырақшысы Құрақбай баласы Нұрдәулет деген кісі болыпты. Бірақ Құрақбай баласы деген біраз адамдар бар екен. Бірде-бірі Ұзақ жайында ештеңе білмейді, ал Нұрдәулет деген кісі табылмапты. Ерекеңнің айтуынша сол арада Тентек Қора Шажа деген су қосылып Тентек өзені аталады. Шажа сайы үшке бөлінеді екен. Соның ортасында сайды Қызылауыз дейтін, ал Шажа сайы жердің жұмағы екен дейді. Ерекең қарағайлы көрікті ғажап жер көрінеді. Қызылауыз сайы екі жағы керіш жар болған соң солай аталыпты. Жердің нағыз жәннаты көрінеді. Одан әрі машинені жүре алмапты. Тек атпен жүретін жол екен. Алайда Хан Жайлау деген жерді ешкім көрмепті деп анық айта алмапты. Ар жағы Бора Тола аталатын Қытай шекарасы екен. Қалай болғанда да Мырзагелді бабамыз бен Ұзақ атамыздың бейіті Хан Жайлауда екен деген дерек бар. Бірақ оны барып көрген адам жоқ. Мырзагелді бабамыз Тоғарыстан деген бабамыздың Егізек деген ұлынан туған. Егізектің Хангелді және Мырзагелді туады. Ал Ұзақ Хангелдінің Сұлтанғол атты баласынан туады. Баласынан туған немере. Сондықтан екеуінің бір қорымда жатуы мүмкін нәрсе. Қайда жатса да бабаларымыздың жатқан жері жайлы болсын. Бабамыздың Ұзынмұрт атануы әрине
мұртының ұзын болғандығына байланысты. Ұзын болғандығы айрықша ұзын болса керек. Ұшын құлағына іліп қайырып қояды екен. Бір күні інілерінің бірі әдейі сөзге тартып сұраған көрінеді. Аға, мұртыңызды неге байлайсыз депті. Сонда бабамыз былай деген көрінеді. Қазақ батыр болсаң, бопсаға шығады дейді. Мен жауға шапқанда мұртымды құлағымнан ағытып қоямын. Не найзамды, не қылышымды жоғары көтергенде екі ұшы желпілдеп мұртымда жауға шапқылай қарайды. Сонда қарсы келе жатқан жау біресе қолымдағы найзаға, біресе мынаусы несі деп мұртыма жалтақтайды. Ал мен сол кезде жаудың ең нашар қорғалған жерін көре қоям да дәл сол араға найза соғам. Сөйтіп менімен бірге мұртымда соғысады деген көрінеді. Дәл солай деді ме, ұрпақтары қисындатып айта ма, оны қазір ешкім анықтай алмайды. Алайда бабамыз сұсты көріну үшін сөйтсе сөйткен шығар деп ойлаймын. Психологиялық шабуылдың да ол да бір түрі ғой.